Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгін мына жерде жиналып отқан себебіміз Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаментіне Қарсыбай Спатаев атындағы білім беретін мектебінің оқушылары келген екен. Өздерінің мына улы газдан сақтанудың алдын алу бойынша жобалары бар. Өнер тауып алып келген. Сол өнермен қазір танысатын боламыз. Таныстырып өтсеңіздер. Бізде бұл жобада арнайы өзі газ иісін анықтайтын датчиктер болады және компьютер болады. Бұл компьютерге біз программа жазып, датчиктерді қосып, осы датчиктерді газдың иісін анықтаған кезде бізде терезелерді ашып және вентиляцияны қосатын қылып жасадық. Және бізде үйдің жарығын өшіреді. Яғни жарық жанып тұрған кезде шоқ шығып, бұл газбен утечка орын алған жағдайда. Например, любой үйде, тұрмыстық үйлерде газбен жұмыс жасайтын құрылғылар жұмыстан істен шығып, например, шлангысы болсын, басқа жерден болсын, утечка шығып, газдың иісі шыққан кезде мына аппараттардың әрекеті болады, дұрыс па? Датчик сезеді. Қазір жасанды түрде газ иісін сезгіземін. Бізде автомат түрде терезелер ашылып, вентиляция қосылды. Жарықты өшірді. Газдың сезу қабілеті. Мынау қазір газ ғой, зажигалканы береді. Мынаның ішінде 30 газ тұтанды қазір. Газдың иісін бірден сезеді. Егер қазір 20 секундтың көлемінде біз оны келіп датчикті өшірмейтін болсақ, бізде автомат түрде төтенше жағдай департаментіне сигнал кетеді. Бізде Google кестесіне сигнал кететін болады. Біз қазір өшірмедік, 20 секунд өтті. Бізде хабарлама келді. Қарсыбай Спатаев ауылы, Абылай Қалымбет көшесі, нөмірі 144-ші үйде газ иісі анықталды деп хабарлама келді. Газ иісі анықталуда. Енді сіздердің жобаларыңыз осы жоба арқылы қандай да бір тұрғын үйде газдың шығу фактісі орын алған жағдайда біздің департаментке 112-101 телефон нөміріне хабарлама түсіру. Түсінікті. Керемет. Бұл жоба енді қазір сіздің бізге келіп отқан ұсыныстарыңыз қазір әзірлеп қойдыңыздар ғой сіздер. Мынау арқылы тура осындай мынандай адреспен мынандай үйге қойғандарыңыздың бәрін өздеріңізде тізімдер жүргізіледі, дұрыс па? Үйлердің барлығы тізімі жүргізіледі. Егер қандай да бір үйде не қылса, сол автоматически қателеспей программа арқылы түседі. Дұрыс па? Жақсы, керемет. Мынау форточка нелердің бәрі ауа циркуляциясының алмасуы түсінгенім, дұрыс па? Егер де форточкалер мүмкіндігі болмаған жағдайда вентиляция автоматически іске қосылады екен. Ішінде адамдардың иістен улану фактісін орын алмауға көмектесетін зат. Керемет зат, біздің тарапымыздан қолдау. Енді сіздерге бір айтатын мына жерде бір ұсынысым бар еді. Мүмкіншілік болса, мен айтып жіберейін. Мынау енді сіздер айтып жатсыздар, мынау департаменттің 112 телефон нөміріне қоңырау жасаса түседі деп. Онда сіздер өздеріңіздің жобаларыңызды бізге бір арнайы құрылғы әкеп қойсаңыздар, егер де арнайы құрылғы орнатсаңыздар, өйткені бізде қазір өзінің арнайы интернет желісіне жалғанған өзіміздің линиямыз бар, оның барлығына о жерге қоса алмаймыз. Енді сіздер егер де мына құрылғымен сізге любой момент қоңырау түсу арқылы мынандай үйде газ болып жатыр десе, нұр болатын, жақсы болатын нәрсе. Сол ұсыныс тағы да енді бізде облыс аумағында алдыңғы 2024 жылы бірнеше газден улану фактілері тіркелді. Оның ішінде мынау газдың жиналу, газ ауа қоспаның жиналу салдарынан газ баллонының жарылу оқиғалары орын алып жатыр. Оны барлығымыз білеміз, резонансты жағдайлар болды. Теледидар, басқа бұқаралық ақпарат құралдарына таратылған кездер болды. Енді осындай қайғылы жағдайларды болдырмау мақсатында жасалынып жатқан дүние екен. Мен ойлаймын, өз септігін тигізеді. Бұл өте адамзатқа керек нәрсе деп ойлаймын. Өйткені бізде мына облысымызда тұрмыстық жағдайы төмен әлеуметтік осал топтары, мынау жалғыз басты аналар, мынау инвалидності бар азаматтар тіркелген, көп балалы отбасылар тіркелген. Солардың тұрғын үйінде көптеп мынау өрт оқиғалары және газбен улану оқиғалары орын алып жатады. Сондықтан бұл тағы да бір ұсыныс ретінде бізде облыста 100% газбен қамтылмаған
яғни бізде көмірді қолдану арқылы қатты отынды пайдалану арқылы жылуды қолданатын аудандар бар бізде. Сол Төрткүл жақтардың бәрі сондай әлі көмірмен шығар. Төрткүл ауданы бар, Ордабасы ауданында көптеген жерлер көмірмен жылытады. Енді мынаның ішіне жаңағы системаға тек қана газды емес, жаңағы көмір қышқыл газының да несін сезетін қылып ойлап қосып жіберсеңіздер, сонда жақсы болатын еді. Оны қосуға мүмкіндік бар ғой? Иә, әрине мүмкіндік бар. Өйткені ол жалынды да қабылдайды, жаңағыдай не тиісті де қабылдай береді. Иә, уже құрастырып қойған жүйе. Біздің тарапымыздан тек қолдау, бізде Мәл Ғабдуллин атындағы академиямыз бар. Мынау азаматтық қорғау органдарына. Азаматтық қорғау органдарына қазір өздеріңіздің данныйларыңыздың барлығын тастап кетсеңіздер, бұндай дүниені бізде қазір қолдауға сіздерге өз көмегін тигізеді деп ойлаймын. Өйткені бұл төтенше жағдайлардың алдын алу, тікелей азаматтардың қауіпсіздігін ойлау. Көп рахмет, үлкен жоба екен, өте қуаныштымыз. Қазір Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаменті басшылығы тарапынан мені жіберді. Мен мемлекет өрт бақылау басқармасының бастығының орынбасары болам. Осы жобаны көріп бізге ұсыныс жасауға ұсыныс берді. Бастықтар тапсырма берді. Көрдік, жақсы екен. Енді ары қарай бұл бойынша жұмыстар атқарып, сіздердің мына дүниелеріңізді төтенше жағдайлар саласында дамытуға септігіміз тигіземіз. Рахмет.